Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін біз жапон панкейкі дараяки пісіретін боламыз. Үлпілдек, керемет дәмге ие, әрі оңай жасалады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші, жұмыртқаны, құмшекерді және балды қосып, венчик арқылы араластырамыз. Барлық өнім бөлме температурасында болған жөн. Үстіне қопсытқыш пен ұнды електен өткізіп саламыз. Оларды да венчик арқылы араластырамыз. Жылы сүтті қосып, масса бір қалыпты болғанша араластырамыз. Қызып тұрған табаға аз қасықпен құйып отырамыз. Газдың қызуы орташа қалыпта болған жөн, себебі дұрыс піспей қалады. Осылай екі бетін пісіріп аламыз. Барлық панкейк пісіп болған соң, ортасына варенканы жағып, екі панкейкті біріктіреміз. Осылай біздің жапондық панкейк дараякиіміз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Қолдау көрсетіп каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.